Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте тез, қарапайым жасалатын печенье жасаймыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасамастан бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Печеньені жасау үшін ең алдымен біз ыдысымызға сары майымызды, сұйық майымызды және де бір жұмыртқаны қосып жақсылап араластырамыз. Кейін біркелкі болып шыққан массаға ұнды қосып, 3 бөлікке бөле отырып араластырамыз. Ортасында қопсытқышты қосуды ұмыт кетпеңіздер. Әбден біркелкі масса пайда болғанша қолымызбен жақсылап тұрып илеп аласыздар. Яғни қамыр болып шығу керек. Сондай қамыр пайда болғанша жақсылап илеп аласыздар. Ұнды көп қосып жібермеңіздер. Рецептегі ұн тым көп болуы мүмкін, ұнның массасына байланысты. Кейін дайын болған қамырдың кішкене бөліктерін алып, осылай дөңгелекше етіп дайындап аласыздар. Видеодағыдай барлық қамырды осылай дөңгелекше етіп дөңгелетесіздер. Барлық қамырды формасына келтіріп алғаннан кейін үстінен осылай тегіс нәрсемен басып шығамыз барлығын. Бәрін басып алғаннан кейін қасықтың шетімен осындай әдемі узорлар, яғни оюлар салып шығасыздар. Печеньені духовкаға 180 градуста 30-35 минут пісіресіз. Кейін пісіріп алғаннан кейін ерітілген шоколадқа осылай шетін салып шығасыздар. Бұлай осылай әдемілеуге болады. Әдемілемей жесеңіздер де өте керемет печеньелер шықты. Мен осылай шет жақтарын және де толықтай бетін осылай әдемілеп, бетіне ұсақталған орехтар сеуіп шықтым. Сіздер де осылай әдемі қылып істеп алсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осындай өте дәмді, өте керемет печеньелер дайын болды. Ас болсын.